Экспо шежіресі. Екінші тапсырма 103-104 бет. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Бүкіл әлемдік көрме алғаш рет қай қалада болды? Экспо деген сөз қандай мағынаны білдіреді? Бүкіл әлемдік көрмені кім ұйымдастырды? Экспоны қандай ойындармен салыстыруға болады? Лондон қаласында не салынды? Жаңадан шыққан ғылыми-техникалық жетістіктерді көрсету үшін не өткізіледі? Бүкіл әлемдік көрмені қалай атайды? 1851 жылы Лондон қаласында не өткізілді? 1936 жылы қандай ғимарат өртенді? Ағылшын ханзадасы Альберт не өткізді?